пневмонияны өткізіп алмау үшін сіз қандай белгілерді білуіңіз қажет және қай кезде дереу дәрігерге алып бару керек? Пневмонияның барлығында пайда болатын арнайы белгілер бар. Ол қандай белгілер? Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалардағы пневмониялар. Пневмонияны өткізіп алмау үшін сіз қандай белгілерді білуіңіз қажет? Баладағы қандай белгілерге көңіл аударасыз және қай кезде дереу дәрігерге алып бару керек? Және пневмонияны қалай анықтауға болады? Қандай обследованиялар жасау керек? Міндетті анализдер қайсысы? Осы сұрақтарға жауап аласыз. Видеоның аяғына дейін қараңыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жалпы Абылай Қалдарбек YouTube каналында түрлі тақырыпта балалардың иммунитетіне, балалардағы түрлі ауруларға, балалардың дамуына қарай барынша сіздерге ақпарат беруге мен әрдайым тырысамын. Сол үшін қолдау ретінде дәл осы видеоға лайк басып, комментарийге ойыңызды білдіріп, қолдауыңызды білдіріп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Балалардағы жалпы пневмония дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, өкпенің қабынуы. Пневмонияның енді түрлеріне жеке-жеке толық тоқталмаймыз, бірақ пневмонияның барлығында пайда болатын арнайы белгілер бар. Ол қандай белгілер? Егер балада температура қатты жоғары 39-40-қа дейін көтеріліп түсуі қиын болып жатса, балада тыныстың жиілеуі болатын болса, жөтел 3 күннен аса болып жатса, және жөтел мокротамен және жөтелген уақытта бала қызарып, қиналып, әбіржіп жөтеліп жатса, міндетті түрде бұл пневмония болуы мүмкін. Енді егер сіздің балаңыз әрине жөтел деген нәрсемен тек пневмония кезде ғана емес, кез келген ларингитте болсын, бронхитте болсын, ринофарингитте болсын, жалпы кез келген вирусный инфекцияның да фонында балада жөтел болуы мүмкін. Енді әр жөтелде біз дәрігерге қарай жүгіре береміз ба? Әр жөтелден қорқу керек па? Қорқу қажет емес па? Осы нәрсені шешіп алайық. Бірінші кезекте, егер жөтел пайда болатын болса, және ол бізде, мен жаңада айттым, негізгі белгілері сізде 3 күннен аса болып жатса, сіз мысалға температура беріп бастадыңыз, вирусный инфекция дәрі беріп жатсыз, 3 күннен аса тоқтаған жоқ жөтеліңіз, міндетті түрде дәрігер көрсін. Екінші нәрсе, ол кеуденің төменгі клеткасының ішке қарай тартылуы, төменгі бөлігінің. Яғни бала тыныс, беткей тыныс алады, тез тыныс алады. Неге? Өйткені өкпеде қабыну болғаннан кейін өкпе организмді бізде кислородпен насыщать ете алмайды. Яғни қамтамасыз ете алмағандықтан тез-тез тыныс алу арқылы организмге көбірек кислородты жинап алғысы келеді. Осылай ағзаға қажетті кислородпен қамтамасыз ету үшін бізде орталық жүйке жүйесіне сондай сигнал келеді. Адам тез тыныс ала бастайды. Разумеется, уже кислородты поддержка жасау үшін. Қатты зақымдалуларда тез тыныс алған күннің өзінде десатурация болуы мүмкін, яғни кислородтың төмен түсіп кетуі. Пневмония негізі бізде ойнайтын диагноз емес, әрқашан біз оған немқұрайлы қарауға болмайды. Балада түрлі асқынулар болып кетуі мүмкін. Енді келесі нәрсе, жөтелді айттық, 3 күннен аса температура, жиі тыныс. Одан кейінгі нәрсе, баладағы жалпы тыныс алған кезде жиілеуден бөлек аяқ қолдың мұздаулары. Яғни аяқ қолда периферический қан айналымының төмендеуі. Неге? Өйткені организм кислородқа қанықпағаннан кейін бізде основной кровообращение централизироваться етеді. Енді бұл белгілер бізде алғашқы пневмонияның белгілері болып табылады. Егер осындай симптомдарды балаңыздан байқап жатсаңыз, міндетті түрде дәрігерге апарып көрсеткеніңіз дұрыс. Енді пневмонияны біз қалай диагностика жасаймыз? Ең бірінші, ол дәрігердің осмотры, аускультативті, перкуторлы қарау, яғни өкпені тыңдау, өкпені соғып көру, шеттерін және уплотненный участоктарды анықтау перкуссия арқылы. Одан кейінгі нәрсе жалпы қан анализі. Жалпы қан анализіндегі сояның, нейтрофилдің және лейкоциттердің жоғарылауы, яғни воспалительный процесс. Реактивный белок тапсырсақ болады, ол да қабыну процесін көрсетеді. Және ең информативна бізде рентген түсірілім жасау. Яғни обзорная рентгенограмма грудной клетки кеудесін тікелей проекцияда рентген жасайды. Бұл жерде біз не көруіміз мүмкін? Ошақтық өзгерістерді, сливной пневмонияның өзгерістерін, түрлі өкпедегі қабыну процестерін рентгеннен ажырата білуімізге болады. Енді пневмонияның барлығы дерлік CF3, CF4 секілді ауыр антибиотикпен емделу керек па деген сұраққа келетін болсақ, пневмонияның золотой стандарты бакпасив мокроты. Яғни баладағы қақырықты тапсыру арқылы сол жерден өсіп шыққан бактерияға сай
антибиотик таңдалады. Енді стартовый терапия цефалоспорин вариант болуы мүмкін. Ал ары қарай жалпы толыққанды жақсару үшін, асқыну қалмау үшін бакпасевке қарай толық ем алған дұрыс. Енді бұл жерде тек антибиотикпен ғана емделіп қоймайды, симптоматический, яғни полностью лечение жасалыну керек жан-жақты. Қалай жасалынады? Бірінші кезекте көп мөлшерде сумен қамтамасыз ету керек. Балаға тыныс бөлме температурасын қолайлы жағдай жасау керек тыныс алу үшін. Одан бөлек ингаляция жасау керек. Енді ингаляция, если балада обструкция болса, яғни тез тыныс алып, тынысы қысылып жатса, беридуалмен сальбутамол істеуге болады, спейсер арқылы, немесе пульмикорд раствормен ингаляция тоже істеуге болады. Одан бөлек бізде дыхательная гимнастика, ол уже жазылу уақыттарында дыхательная гимнастика жасауға тоже болады. Егер балаңызда пневмонияға қандай да бір күдігіңіз болса, егер сізде баланың өкпесінен, именно тыныс алған кездегі жөтелінен, тынысынан қорқыныш болатын болса, мен сізді өз консультацияма шақырамын. Баланы толық қарау арқылы, жағдайын бағалау арқылы мен сізге дұрыс шешімді айтуға көмек беретін боламын. Енді пневмония кейбір кезде амбулаторлы үй жағдайында емдеуге көнетін түрі болады. Ал кейбір жағдайда асқындырып алсаңыз, уақыт өткізіп алсаңыз, немесе пневмонияны шақыратын қоздырғышқа байланысты бізде стационарлы, яғни дәрігердің қадағалауында 24 сағат бойы қадағалау барысында аурухана деңгейінде емделетін түрін ажыратып жатамыз. Енді кейде болады, мысалы пациент приемға келеді, баланың жағдайының ауырлығына байланысты біз стационарға жіберіп жатамыз. Яғни больницаға сізге жату керек, балаңыздың жағдайын өткізіп алмаңыз деген секілді біз сондай қорытындылар беріп жатамыз кейбір кезде. Енді дәл осы пневмонияға байланысты қандай да бір сұрағыңыз болса, дәл қазір комментарийге қалдырыңыз. Егер қандай да бір сізге осы видео пайдасын тигізсе, сізге пайдалы болса, менің айтып жатқан ақпаратым сізге ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл сіздерден маған деген қолдау болсын. Мен алдағы уақытта түрлі тақырыптарға видеолар шығарамыз. Қандай тақырыпқа келесі видео болсын, баладағы қандай проблемаға байланысты видео шығарайын, сіз комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Келесіде кездескенше, Абылай Қалдарбек, сіздердің педиатрларыңыз.